Ал бисмилля. Сәлем құрметті оқырманым. Сағындырған, көптен күткен Рамазан айда келіп жетті. Осы уақытқа сау етіп жеткізген, тірі етіп жеткізген Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Оқырмандарыма қалай пайдалы болам, қалай Алланың мерейіне бөленіп, рахымына бөленем деген ниетпен Рамазан мүмкіндік атты тегін марафон ұйымдастыруды жөн көрдім. Ауыз бекітіп, ораза тұтқан болсаңыз, Аллам ниетімізді қабыл етіп, күнәларымызды кешіріп, бізді жәннатпен сүйіншілеп, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін деп шын жүректен тілеймін. Бұл марафон ораза ұстасаңыз да, белгілі жағдайлармен ұстай алмасаңыз да, осы марафонға қатыссаңыз болады. Бастысы бір Алланың разылығын алу ниетінде, тақуалығыңызды күшейту негізінде менімен бірге бір ай бойы осы Рамазан қасиетті айлардың сұлтаны Рамазан айында осы марафонға бірге қатысып, бірге Алланың мол сауабына кенелейік. Енді қандай тапсырмалар болады? Ең бірінші тапсырма Алланың 99 есімін оқып шығу. Шамамен бұған 1 минут, 1,5 минут максимум кетеді. Екінші, ең жақын уақытта орындағыңыз келген 3 арман мақсатыңызды жазасыз, дәптеріңізге күнделікті жазып жүресіз. Үшінші, 3 тілек тілейсіз, бірақ басқа адамға тілеуіңіз керек. Әке-шешеңізге, балаңызға, кластасыңызға, көршіңізге жаңағы қандай не нәрсеге жеткісі келеді, соны жаңағы Алладан тілейсіз. Алла тағалам осы көршіме жаңағы жаңа үй нәсіп етші дегенде басқа 3 адамға 3 тілек тілейсіз. Төртінші, пайғамбарға 1000 рет салауат айту. Мейлінше көбірек салауат айтқан сайын дәрежеңіз көтеріле береді. Сондықтан пайғамбарға міндетті түрде күнделікті салауат айтып жүруді ұмытпаңыз. Бесінші, соңғы жаңағы тапсырма ол истихфар айту. Минимум 100 рет истихфар айту. Одан да көп болса нұр үстіне нұр болады. Рамазан айын жоспарлап күнделікті орындайтын тапсырмаларыңыз болса, бір айыңыз құр босқа жаңағы тек қана қарынды ашырумен ғана емес, құлшылықпен, мол сауапқа кенелумен, Алланың мейіріміне бөленуге, рахымына бөленуге, кешірімін алуға, тозақтан құтылуға, жәннатты бізге сүйіншілейтіндей дәрежемізді өсіргенге, Аллаға жақындап өзіңізді танисыз, Алланы танисыз, көп сауапқа кенелесіз, күнәларыңыз кешіріледі, өзіңізді кешіресіз. 700-ден аса сауапқа кенелетін бұл айлардың сұлтаны Рамазан айын құр босқа өткізу, ол бос әурешілік. Сондықтан қолыңыздан келгенше осы айтылған тапсырмаларды күнделікті орындап отыруға тырысыңыз. Ол жаңағы мен үшін емес, басқа біреу үшін емес, өзіңіз үшін, Алланың разылығы үшін. Сондықтан алға оян қазақ, қолыңыздан келеді. Мен сізге сенем. Қиын емес, қиындатпаңыз. Таңертең тұра салысымен Алланың 99 есімін айтып өтіңіз, 3 арманыңызды жазасыз, 3 тілегіңізді тілейсіз, пайғамбарға 1000 салауат күні бойына айтып жүрсеңіз болады, 100 рет истихфар айтасыз, сонымен сол күніңіз өтеді. Босқа өсек айтпайсыз, ғайбат айтпайсыз, босқа Инстаграм, Ютубта босқа отпайсыз. Осы Аллаға деген құлшылық етумен бүкіл күніңіз солай өтеді. Әрбір секундыңызға көп сауаптан алатын боласыз. Құрметті оқырманым, осы Рамазан айы соңғы мүмкіндік шығар. Өміріңізді өзгертуге, өзіңізді өзгертуге, бүкіл тағдырыңызды өзгертуге деген сондай керемет мүмкіндік. Келесі Рамазанға дейін тірі боламыз ба, болмаймыз ба белгісіз. Сондықтан осы бүгін мысалы әлі ойланып жүрсеңіз, істейін ба жоқ па деп аузыңызды бекітіңіз. Қолыңыздан келеді. Аллаға ең бастысы Аллаға ниет етсеңіз болды. Күш қуат бер десеңіз, Алла тағала береді. Сондықтан каналға лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Міндетті түрде өте пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, сіз маған, мен сізге қолдау көрсетейік.